Сәлеметсіздер ме, 7 сынып оқушылары? Бұл видеода алдыңғы түсірілген видеолардың шығарылмай қалған 5-ші есебін талдайтын боламын. 5-ші есепте көбейту және бөлу амалдарын орындаңыз дейді. Бірінші көбейту берілген, асында және әсінде бөлу амалы қарастырылған. Мынандай екі бөлшек беріліп тұр. 4аб-дан 3mn көбейтілген 21m квадраттан m квадрат n және алымында 10a квадрат көбейтілген b квадрат тең болады. Бұл жерде енді көбейткіштер алымдар алымдарына, бөлімдер бөлімдеріне көбейтіп жазылады. Сөйтіп те жазуға болады, немесе бірден қысқартам десеңіздер, бірден қысқарта беруге болады. Бір алым мен бір бөлімге келтіріп жазайық. Осы жерден қысқартып көрейік. 3 пен 21 қысқарады, екеуі де 3-ке бөлінеді, мында 7 болады, мында 1 болады. 4 пен 10 екеуі де 2-ге бөлінеді, мында 2 болады да, мында 5 болады. А түгелмен, бөліміндегі А түгелмен кетеді, мындағы тек квадрат дәрежесі ғана кетеді. Және бөліміндегі Б түгел кеткенмен алымындағы Б-ның квадраты ғана кетеді. Алымындағы М-ның өзі түгел кетеді де, бөліміндегі М квадрат дәрежесі ғана кетеді. N мен N бірдей кетеді, яғни 1-ге тең болады, екеуі бір-бірімен қысқарғанда. Сонда бізде не қалады екен? Бөлімінде 2 мен 7-ның көбейтіндісі 14 және М қалып тұр. Алымында 5 қалып тұр және А мен Б қалып тұр. 5AB. Осылай шығарып алдық. Ары қарай тағы қысқарама бір қарап шығамыз, яғни ешқандай ортақ бөлгіштері жоқ, сондықтан осы күйінде қалады. 14m-нен 5AB түрінде қалады екен. 5-ші есептің әсін қарастырайық. Әсінде берілген бөлшекті жазып алатын болсақ, біріншіден қайталап жазып алайын. Содан соң қысқартулар орындаймыз. Бізде берілгеніміз бөлу амалы болғандықтан, бөлу амалын біз көбейтуге айналдыру керек боламыз, және ортақ көбейткіштерді жақшаның сыртына келтіріп алу керек, шығарып алу керек болады. Содан соң қысқартуларды орындау керек. Енді мына бөлуді көбейтуге айналдыру керек. Ең алдымен мына 5 пен 10 қысқартайық. Олар бір бөлшек алым мен бөлімінде тұрғандықтан, екеуі де 5-ке бөлінеді. Мына бірден 2 деп жазып кетейін. Алымында 1, бөлімде 2, иә. Мына 2-ні жазып қоямын. X минус 2 көбейтілген X минус Y. Алымында 1 деп жазбаймын. Енді кез келген санды 1-ге көбейтсек, сол сан шығады, немесе өрнектің өзі шығады деген қасиет бар. Және мына бөлуді енді көбейтуге айналдырамыз. Көбейту деп жазамын да, осы бөлшектің, яғни кері санға, кері бөлшекке көбейтеміз. Сонда деген алымына кетеді. X квадрат минус XY алымына кететін болса, ауысып, алымында тұрған бөлшегіміз енді бөліміне ауысып кетеді. Көбейтуге айналдырғанда кері санға көбейтіліп жазылады. Енді осы жерден бетіп жазатын болсақ, яғни бір алым мен бір бөлімге алып жазатын болсақ, және мына қараңыздар, екінші бөлшектің алымын қараңыздар, ортақ көбейткіші екеуінде де X бар. Яғни біз X-ті жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз деген сөз. X-ті шығарып жіберетін болсақ, сонда жақшаның ішінде X минус Y қалады. Ал бірінші бөлшектің бөлімі сол, минус. Екінші бөлшектің бөлімінде, яғни бұнда да X ортақ көбейткіш, сондықтан X жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. Сонда жақшаның ішінде X плюс Y қалады екен. Осы X плюс Y пен алымда X плюс Y қысқарады. Екеуінде де 1 болады. X минус Y пен X минус Y қысқарады. Және мына X пен мына X қысқарады. Мұнда барлығы 1 шығады, бірдей өрнектермен қысқарып жатыр. Тең болады. Сонда алымында кілем бірлер қалды, яғни 1 болады деген сөз, бөлімінде 2 қалды. Яғни жауабы сонда 2-ден 1 шығады екен. Назарларыңызға рахмет балалар. Осымен 5-ші есептің талдауы аяқталды. Сау болыңыздар.